Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын Американың Лас-Вегас қаласында өтетін UFC Fight Night'қа арналмақ. UFC Fight Night'тың басты кездесуі бұл ерлер арасында 170 фунт салмақтағы тағы бір кездесу. Достар, өзіміз білетіндей соңғы 2 айдың көлемінде осы жартылай орта салмақтағы кездесулер көптеп келуде. Өзіміз білетіндей осы кеште өнер көрсететін жауынгерлер нөмірі 8-ші орында тұрған бұрынғы титулға үміткер бразилиялық Гилберт Бернс пен оның қарсыласы нөмірі 12-ші орында тұрған Эквадор елінің өкілі Майкл Моралес арасында өтетін өте керемет кездесу болмақ. UFC Fight Night'та өтетін Co-Main Event бұл ерлер арасында 205 фунт салмаққа дейінгі, яғни жартылай ауыр салмақта өтетін керемет тағы бір кездесу болмақ достар. Дәл қазіргі сәтте хайптағы жауынгерлердің бірі өзінің UFC-дағы дебютын керемет өткізген бразилиялық Родольфо Белато мен оның қарсыласы жартылай ауыр салмақта өнер көрсетіп, содан соң орта салмақта өнер көрсетіп, енді қайтадан жартылай ауыр салмақ дәрежесіне қайта оралып отырған шотландиялық Пол Крейг арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас-аяғы 6 кездесуге тоқталатын боламыз. Осы кездесулердің ең алғашқысы прелимдарда өтетін ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі, яғни 70 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. UFC-дағы ардагер жауынгерлердің бірі американдық Джаред Гордон мен оның қарсыласы кезінде топ 10-ға кірген тағы бір бразилиялық Тиаго Мойзес арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Джаред Гордон сәл ғана басымдықпен фаворит болып отыр. Біз білетіндей Джаред Гордонның тік тұрып соғысуы, күресі, сонымен қатар джиу-джитсу өте керемет дамыған жауынгер екенін білеміз. Ал бразилиялық жауынгерге келетін болсақ, Тиаго Мойзестің жалпы тік тұрып соғысуы мен джиу-джитсу, сонымен қатар грэпплинг стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша, бұл кездесуде бразилиялық Тиаго Мойзес Джаред Гордонды сабмишнмен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Declaring the winner by submission due to a heel hook, Tiago Moises! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі, яғни жартылай жеңіл салмақта өтетін тағы бір тартысты кездесу болмақ. Өзінің соңғы кездесуін өте керемет өткізген американдық Джулиан Эроса мен оның қарсыласы дәл қазіргі сәтте өзінің жеңіс жолын әрі қарай жалғастырысы келетін бразилиялық Мелко Изаэль Коста арасында өтетін керемет кездесу. Мелко Изаэль Коста кім деген сұраққа келетін болсақ, естеріңізге салып өтейін. Бұл жауынгер біздің Қытайдағы қандасымыз Сайран Нұрданбекті жеңіске жеткен жауынгер болып табылады. Сарапшылардың ойы бойынша да бұл кездесуде бразилиялық Мелко Изаэль Коста фаворит болып отыр. Біз білетіндей Джулиан Эросаның тік тұрып соғысуы, бокс стилі өте жақсы дамыған. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет дәрежеде екенін атап өтейік. Ал бразилиялық Мелко Изаэль Костаға келетін болсақ, әрине әрбір бразилиялыққа тән бұл жауынгердің грэпплингі, джиу-джитсуы өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы нокауттық және де техникалық нокауттық күші бар екендігін атап өтейік. Менің ойымша, бұл кездесуде Мелко Изаэль Коста Джулиан Эросаны төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, келесі кездесуін топ 15-те орналасқан жауынгермен өткізуге лайық деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ТМД елдері, оның ішінде көршілес Өзбекстан елінің жанкүйерлері асыға күтіп отырған кездесу болып табылады. Ерлер арасында 185 фунт салмақта, яғни орта салмақта өтетін керемет кездесу. Американдық UFC ардагері Дастин Штольцвуд пен оның қарсыласы өзбекстандық Нурсултан Рузибоев арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік айқын басымдықпен Нурсултан Рузибоевті үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Дастин Штольцвуд UFC-да өнер көрсетіп жүргеніне біраз жылдың жүзі болды. Біз білетіндей бұл жауынгердің нокауттық және де техникалық нокауттық күші бар жауынгер екендігін білеміз достар. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилі мен тейкдаундардың өте нәтижелі екендігін атап өтейік. Ал өзбекстандық Нурсултан Рузибоевқа келетін болсақ, бұл жауынгер әрине өзінің мансабында 50-ге жуық кездесу өткізгендігін білеміз. Және де бұл жауынгердің жалпы тік тұрып соғысуы, бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Өзіміз білетіндей бұл жауынгердің соңғы кездесулері жеңіс пен жеңіске қатар толы болып жүр. Өзінің жартылай орта салмақтағы, яғни 170 фунт салмақтағы жорға сәтсіз аяқталғаннан кейін Нурсултан Рузибоев әрі қарай орта салмақта өнер көрсетуді жөн көріп отыр екен. Вот это поворот!
Соңғы өнер көрсеткен кездесулеріне қарап, бұл жауынгердің бокс стилімен тік тұрып соғысуы ғана керемет деңгейде деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ та бұл жауынгердің жалпы мансабына қарайтын болсаңыз, бұл жауынгердің еншісінде сабмишндар, яғни қылқындыру әдістері бар екендігін байқауға болады. Бірақ та бұл жауынгердің әлсіз тұсы әрине біз білетіндей күрес пен грэпплинг стилі екендігін білеміз. Оған дәлел Нұрсұлтан Розибаевтың Хоакин Баклиге қарсы өткізген 170 фунт салмақтағы, яғни жартылай орта салмақта өткізген кездесуі дәлел достар. Менің ойымша, бұл кездесуде сарапшылардың пікіріне қосылмай американдық Дастин Штольфуц фаворит ретінде көріп отырмын. Менің ойымша, Дастин Штольфуц сарапшылардың пікірін жоққа шығара отырып, үлкен тосын сый жасайтын болады. Яғни техникалық нокаут болмаса төрешілердің шешімімен өзінің тәжірибесі арқылы жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC Fight Night'та 155 фунт салмақта, яғни 70 кг салмақта өтетін керемет кездесу болмақ. Бұрынғы жартылай жеңіл салмақта, яғни 145 фунт салмақта топ 10-ға кірген нигериялық Содик Юсуф пен оның қарсыласы өткен жылғы аяқталған The Ultimate Fighter теледидарлық шоуының жеңімпазы және де сол шоудың жеңімпазы атану арқылы UFC келісім шартын ұтып алған бразилиялық Майрон Сантос арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Біз білетіндей қос жауынгерде кезінде жартылай жеңіл салмақта, яғни 66 кг салмақта өнер көрсеткен. Бұл жолы екі жауынгерде салмақ қуу процесінің ауыр екендігін түсініп, 155 фунт салмақта кездесуге келісіп отыр. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде The Ultimate Fighter шоуының жеңімпазы Майрон Сантос сәл ғана басымдықпен фаворит болып отыр. Біз білетіндей әрбір бразилиялыққа тән Майрон Сантостың грэпплингі мен джиу-джитсу стилінің өте жоғары дәрежеде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилінің өте керемет дәрежеде екенін білеміз. Ал нигериялық жауынгерге келетін болсақ, Содик Юсуфтың күрес стилі, тік тұрып соғысу стилі, карате стилі, муайтай стилі, сонымен қатар бокс стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік достар. Менің ойымша, бұл кездесуде UFC-дің ардагері Содик Юсуф Майрон Сантосты сарапшылардың ойын жоққа шығара отырып, төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC кешінің co-main ивенті ерлер арасында жартылай ауыр салмақта, яғни 93 кг салмаққа дейін өтетін керемет кездесу болмақ. Бразилиялық осы ақпан айында өзінің дебютін керемет дәрежеде өткізіп, австралиялық Джимми Крутпен өте тартысты кездесуден кейін тең нәтижеге қол жеткізген Рудольфо Беллато мен оның қарсыласы UFC-да талай жылдан бері өнер көрсетіп жүрген осы салмақтағы дәл қазіргі чемпион Магомед Анкалаевты кезінде жеңген шотландиялық Пол Крейг арасында өтетін тартысты кездесу болмақ. Бірақ бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік бразилиялық жауынгерді үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Рудольфо Беллатоның джиу-джитсуы, сонымен қатар грэпплинг стилінің жоғары болғанына қарамастан, бұл жауынгер өзінің ұрыстарын көп жағдайда тік тұрып соғысып, болмаса бокс стилінде жүргізуді өте жақсы көреді. Яғни осыған қарап, бұл жауынгердің қарсыластарын нокаутқа, болмаса техникалық нокаутқа түсіруге күшінің зор екендігін байқауға болады. Ал Пол Крейгқа келетін болса, Пол Крейг жалпы өзінің соңғы кездесулерін көбінесе тік тұрып соғысып жүргізіп жүр. Бірақ та біз білетіндей бұл жауынгердің ең басты қаруы грэпплинг пен джиу-джитсу екендігін білеміз достар. Өзінің соңғы кездердегі орта салмақтағы жорығының сәтсіз болып жүргеніне байланысты Пол Крейг бұл жолы жартылай ауыр салмаққа қайтадан оралып отыр. Менің ойымша, бұл кездесуде бразилиялық Рудольфо Беллато өзінің хайпын одан ары қарай көтеріп, бұл кездесуде Пол Крейгті техникалық нокаутпен, болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Declaring the winner by TKO, Adolfo Bellatore. Біздің соңғы тоқталатын кездесу достар, бұл ерлер арасында 170 фунт салмақта, яғни 77 кг салмақта өтетін осы UFC кешінің басты кездесуі болмақ. Нөмірі 8-ші орында тұрған бұрынғы титулға үміткер бразилиялық Гилберт Бернс пен оның қарсыласы дәл қазіргі сәтте UFC-да хайпта жүрген жауынгерлердің бірі, ешқашан жеңіліп көрмеген эквадорлық Майкл Моралес арасында өтетін тартысты керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дәл қазіргі сәтте үлкен фаворит ретінде эквадорлық жауынгерді фаворит ретінде көріп отыр.
Қос жауынгердің соңғы өткізген 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, біз білетіндей Гилберт Бернс өзінің соңғы кездесуін өткен жылы қыркүйек айында дәл қазіргі сәтте нөмірі 1 орында рейтингте тұрған американдық Шон Брэдиге қарсы өткізіп, төрешілердің шешімімен жеңіліс тапқан болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 299 турнирінде дәл қазіргі чемпион Джек Делла Мадаленаға техникалық нокаутпен жеңіліс тапқанын білеміз. Ал оның алдындағы жеңілісі UFC 288 турнирінде бұрынғы чемпион Белал Мухаммадқа 5 раундтық кездесуден кейін төрешілердің шешімімен жеңіліс тапқанын білеміз. Ты серьезно? Ал оның қарсыласы эквадорлық Майкл Моралеске келетін болсақ, Майкл Моралес өзінің соңғы кездесуін американдық Нил Магниге қарсы өткізіп, бұл жауынгерді нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде Моралес Австралияның үкілеген үміті Джейк Мэтьюсті төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде де Майкл Моралес өзінің қарсыласы американдық Макс Гриффинді де төрешілердің шешімімен жеңіске жеткендігін білеміз. Тағы бір атап өтетін нәрсе, достар, әрине көптеген жанкүйерлер, оның ішінде менің кейбір оқырмандарым Гилберт Бернсті қатардан шығып қалатын жауынгер деп есептейді. Яғни бұл жауынгердің мансабын аяқтауға өте жақын деп есептейді. Әрине мансабын аяқтауы мүмкін деген пікірмен мен де келсемін, бірақ та мен Гилберт Бернсті бұл кездесуде қатардан шығармас едім. Менің ойымша бұл кездесуде Гилберт Бернс сарапшылардың ойын жоққа шығарып, қан жосаға толы ұрыс өткізіп, түптің түбінде төрешілердің шешімімен, яғни кемінде 2 төрешінің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Сендер қалай сөйлесіп тұрсыңдар, Тану құрбаны, Бұл жерде әрине барлықтарыңыз айтуларыңыз мүмкін. Майкл Моралес жеңілмей келе жатқан жауынгер. Бұл жауынгердің нокауттық, техникалық нокауттық күші бар деп атап өтулеріңіз мүмкін, бірақ та менің ойымша Гилберт Бернстің жалпы грэпплинг стилі мен күрес стилі, сонымен қатар джиу-джитсу стилі Майкл Моралестің еркін қимылдауына жол бермейді деп есептеймін, достар. Достар, жалпы осы UFC Fight Night-тағы кездесулер бойынша, оның ішінде мен тоқталып өткен кездесулер бойынша ойларыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. UFC Fight Night Гилберт Бернс пен Майкл Моралес арасында өтетін кездесуді жіберіп алмайық. Дәл қазіргі сәтте 170 фунт салмақтағы, 77 кг салмақтағы, жартылай орта салмақтағы жауынгерлердің кездесуі дәл қазіргі сәтте үлкен хайпқа ие, үлкен сұранысқа ие, және де дәл қазіргі сәтте осы салмақ дәрежесі үлкен бәсекелестікке ие болып тұр, достар. Күндеріңіз сәтті өтсін, келесі жолыққанша.